Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге ерекше жасалатын самсаның рецептін ұсынатын боламын. Тауықтың аяқтары қосылған сан етінен өте дәмді болып шығатын осындай самсаларды жасаймыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар және каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Ең әуелі бізге осындай тауықтың аяқтары, яғни сан еті қажет болады. Жақсылап арасын кесіп, осылай ұсақтап аламыз. Себебі бізде тұзы сіңу үшін, әрі оңай әдемі пісу үшін дәл видеодағыдай кесіп алдын ала дайындап аламыз. Міндетті түрде жуып, тазартып алыңыздар және артық жерлерін алып тастаңыздар. Мінекей барлығын жасап болдық. Енді бөлек ыдысқа салып дайындап аламыз. Жасалуы өте оңай, қыздар, ерекше дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді маринадтайтын боламыз. Ол үшін тұзымызды қосамыз, паприканы қосамыз және қара бұрышты қосып, қолымызбен жақсылап араластырамыз. Жақсылап тұзы сіңу үшін 1,5 сағат көлемінде алып бір жерге қалдырамыз. Ал оған дейін начинкасын дайындайтын боламыз. Ұсақтап туралған пияздың үстіне ұсақтап туралған картопты осылай кубиктап турап аламыз. Татымына қарай тұзымызды, қара бұрышымызды қосып араластырып қоямыз. Бұл начинкасы болады. Өте дәмді болады, достар. Өте ерекше болады. Сіздерге жасауға кеңес беремін. Мінекей біздің начинкамыз да дайын, тауықтың аяқтары дайын. Енді бізге қатпарлы қамыр қажет болады. Мен қатпарлы қамырдың рецептін төменге ссылкасын қалдырып өтемін. Міндетті түрде дәл менің рецептімен жасап көріңіздер. Өте оңай, үй жағдайында жасаймыз. Енді осы қатпарлы қамырларымызды теңдей бөліктерге бөліп аламыз және жұқалап жайып алатын боламыз. Мінекей дәл видеодағыдай шетінен ала отырып жаямыз. Өте керемет қатпарлы қамыр. Описанияға қалдырып өтемін, сол жақтан қарап жасасаңыздар болады. Енді алдымен жайып алғаннан кейін начинкамызды саламыз. Содан соң тауықтың етін салып, жақсылап екі шетінен кезек-кезек өріп шығатын боламыз. Біздің қамырымыз кішкене жұмсақтау болды. Алдын ала ертерек шығарып қойыппын, бірақ еш нәрсе етпейді. Дәл осылай қатпарлы болып шығады. Келесісінде дәл солай міндетті түрде жасап аламыз. Барлығын дайындап аламыз. Достар, менің каналымда түрлі тағамдардың, түрлі тәттілердің рецептісі бар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қазақша контентті қолдап, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Парақшамда әртүрлі алуан түрлі рецепттерді таба аласыздар. Мінекей барлығын дәл осылай жасап алдық. Енді пергаментті буынғанымыз төсеп противеньге жайғастырып алып, әдемі көріну үшін бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Кунжутты сеуіп, қызып тұрған пеште 180 градуста, 200 градуста пісіріп аламыз. Мінекей қараңыздар, өте керемет болып пісті, өте әдемі. Бұны ассорти ретінде дастарханға қойсаңыздар да болады. Және ішінде толықтай еттері де әдемі болып піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сондай сочный болады, қыздар, сырты қытырлап тұрады. Енді сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Нұрия Амангелді.